Қатерлі ісік әлемдегі кең таралған аурулардың біріне айналды. Өкінішке орай өткен жылы біздің елде 15 лак жаңа жағдай анықталды. Бұл халыққа, адамдарға ескерту. Қатерлі ісік кез келген адамға шабуыл жасай алатынын білдіреді. Әрбір 10 адамның біреуінде қатерлі ісік анықталады. Сондықтан біз бәріміз сақ болуымыз керек. Және кез келген адам қатерлі ісікке шалдығуы мүмкін екенін ескертуіміз керек. Сондықтан қатерлі ісіктен қорықпаңыз. Әрбір адам, еркек немесе әйел, қатерлі ісікке тексеру тестінен өтуі керек. 2 аптадан астам уақыт бойы тоқтамайтын жөтел, тамақтағы ауырсыну, жұтыну қиындығы немесе осы белгілердің кез келгені болғанда, немесе денеде өсіп жатқан кез келген түйін болса, дәрігерге барып, тексеріліп, оның қатерлі немесе қатерсіз түйін екенін анықтауымыз керек.